Арыстан мен тышқан. Бір кездері аң патшасы арыстанның маңында кішкентай тышқан өмір сүреді. Арыстан өркеуде әрі тәкаппар болатын. Орманды аралап жүргенде ол ешкімді көзіне ілмейтін, ешкімнің сәлеміне жауап бермейтін. Ал кішкентай тышқан көршісінің өтіп бара жатқанын көрсе, оған қарсы жүріп, сәлем беруге, сөйлесуге асығатын. Арыстан: маған аңдардың ұлы патшасына тышқанмен сөйлесу мүлдем жараспайды деп ойлайтын. Қарсы келген тышқанға қарамай бұрылып кететін. Көршісінің осындай мінезінен әбден көңілі қалған тышқан оның алдынан шықпайтын болған. Бірде арыстан жоғалып кетеді. Ол өзі қыдырып жүретін жолда бір-екі күн көрінбей қалады. Сірә көршім ауырып қалған шығар, оны қиыншылықта жалғыз қалдыруға болмайды ғой деп ойлайды тышқан. Сөйтіп, үшінші күні көршісіне бармақшы болады. Тышқан орманға кіріп, арыстанның үйіне қарай жүгіре жөнеледі. Бір кезде жақын жерден біреудің ыңырсығанын естиді. Тышқан алаңқайға шықса, арыстан жатыр екен. Оның алдыңғы аяғы темір қақпанға қысылып қалыпты. Аң патшасы қатты жүдеген. Темір құрсадан құтыла алмай, әбден шаршаған көрінеді. Саған не болды, қымбатты көршім? Сен неге ыңырсып жатырсың деп сұрайды тышқан, шыр-пыр болып. Сонда арыстан: менің қақпанға түскенімді көрмей тұрсың ба? 3 күн бойы аяғымды босата алмай, азап шегіп жатырмын. Қақпан ағашқа арқанмен мықтап байланған. Егер аңшылар келсе, мені тірі қалдырмайды. Көмектесші көршім, арқанды үзіп, мені босатшы. Мен сенің жақсылығыңды ұмытпаймын, дейді. Тышқан арыстанды аяп кетті. Ол өткір тістерімен арқанды кеміріп, үзіп тастады. Арыстан босап шықты. Содан бері арыстан тышқанның қасынан өткенде, теріс қарамай, өзі онымен бірінші амандасатын болыпты. Бір күні бір саудагер орманнан бұлбұлды ұстап, үйіне алып келеді. Көпес алтын тор жасатып, оны көз тоймас асыл тастармен сәндетеді. Сөйтіп бұлбұлды сол торға отырғызып қояды. Тіпті құсқа қарайтын қызметкер де алады. Көпестің бағында көптеген гүлдің иісі аңқып тұрды. Бақтың ортасында ақ мәрмәр тастан жасалған 7 бұрқақты хауыз бар еді. Көпес бұлбұл құс отырған торды хауыздың жанындағы көлеңке жерге қойып, әр кеш сайын құсты қызықтайтын. Ал бұлбұл әрдайым мұңды әндер айтып, мұңайып отыратын. Көпес құстың тілін түсінетін адамды тауып, бұлбұлдың неге мұңды екенін сұрайды. Көпес мырза, бұлбұл құс өзінің туған жерін, ұясын, бостандығын аңсайды. Ол өзінің әнінде өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан болған артық деп айтады, дейді құстардың тілін білетін адам. Көпес бұлбұлдың жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатқанын байқайды. Ол торды ашып, құсты еркіне жібереді. Көпес пен құстың тілін білетін адам атқа мініп, бұлбұлдың соңынан жүріп отырады. Бұлбұл құс таулардан, беткейлерден асып, өзендерге шомылып, бұлақтардан шөлін қандырады. Ормандағы бір ағаштың қуысына ұшып кіріп, шіркін туған жер, қандай ғажап едің, дейді. Содан кейін бұлбұл құс бұтақтан бұтаққа секіріп, ағаштан ағашқа қонып, көңілді үнмен сайрай жөнеледі.
Ғажап дейді көпес. Мен оны раушан гүлдердің арасындағы алтын торда ұстап, тамақтандырып жүрсем, ол жай ғана ағаштың қуысын ұнатады екен. Көпес мырза, таң қалмаңыз дейді құстардың тілін білетін адам. Отан, оттан да ыстық. Әркімге өзінің туған үйі, туған жері қымбат. Бұлбұл құс өзін осында еркін сезінеді. Ал еркіндік бәрінен де артық.